Ассалаумағалейкум, құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Бұл Binance P2P арбитраж жайлы ақпаратты көп адамдар 300 мың, 400 мың, 500 мың, 600 мың, кейбіреулер мүлдем ұялмайтындар, ар-ұятсыздар миллион теңгеге сатуда. Сол себепті бұл ақпаратты мен сіздерге тегін беремін. Сіздерден бар жоғы лайк, подписка, колокольчик және описаниеде тұрған телеграм каналыма тіркелсеңіздер, қосымша телеграм каналда YouTube арнамда шықпайтын ақпараттарды айтатын боламын. Сол себепті видеоға лайк, подписка басуды ұмытпаймыз, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, Binance P2P арбитражбен айналысу үшін сіздерде Binance аккаунт болу керек. Егер Binance аккаунтыңыз болмаса, бүкіл сілтеме описаниеда тұрады. Binanceға кіреміз, сіздерде регистрация, верификация барлығы өтілген. Мынаяқтан бізде P2P торговляға басамыз. Мына жақта бізде оң жақ жоғарыда 3 точка тұр. Сол 3 точканы үстінен басамыз. И мына жақта бізде режим объявленияға өтеміз. Подтвердить басамыз. Міне көріп отырсаңыздар, астында бізде ордер, объявление және личный кабинет ашылды. Личный кабинетте менде алдында түсірген кезде 100% болған. Просто телефон қатты қызып, біреуге ақша аудара алмай қалдым. Содан менде процент азайып қалды, 83 болып қалды. Контент түсірейін деп, процентімді азайтып алдым. Сол себепті сіздердің от души лайк басасыз деген ойдамын. Міне жақта личный кабинетте сіздер өздеріңіздің логиндеріңізді жазып, толтырасыздар да толығымен. Енді қараңыздар, бұл жақта сіздер бірден объявление бере алмау мүмкінсіздер, себебі бұл жақта сіздерде доверие тудыру үшін кішкене объем жасау керексіздер, алып сатып деген секілді. Егер P2P мен бұрындар алып сатсаңыздар, онда бұл проблема емес сіздерге. То есть алып сатып кішкене объем жасай аласыздар. Сосын объявление беру үшін яқтан біз создать объявление басамыз. Жоғары жақта бізде плюсик деген бар. Сол плюсиктің үстінен басамыз. И яқтан мұқият болыңыздар. Купить, продать деген бар. Бұл жақта барлығы наоборот. Мысалы сіздер яқтан продать бассаңыздар, қазір артқа шығып көрсетемін. Яқтан артқа шығамын. Ана жақтан продать бассаңыздар, сіздер бұл жақтан купить бөлімінде шығасыздар. Міне, осы жаққа шығасыздар. Мына жаққа шығасыздар. Егер сіздер осы продать бөлімге шықсаңыздар, как не бойынша, онда сіздер объявление жақтан купитті басасыздар. То есть наоборот, соны жаттап алыңыздар. Енді қараңыздар, осы жаққа мен шығу үшін, осы продать бөліміне мен жақтан объявленияға кіремін, плюсті басамын. Одан кейін барып мына жақтан купитті басамын. Бағана айтқандай наоборот бізде де купить бассам, продать бөліміне шығамын. Сосын бағана курста қарадық. 460-461 шамасында болып тұр. Мен яқтан үстінен басамын да, жоқ яқтан 400, қатты төмен кері жоқ, 460-та 90 дейік, 460-та 90. Сосын далее басамын. Міне келесі не ашылды. Бағана айтқандай менде Халық банкте 55 мың теңге бар. Сол себепті яқтан мысалы мен қазір $100 жасам, бұл 46.090 теңге екен. Сосын барып тағы да 120 десем, 55.300 теңге екен. Давайте 110 деймін, $110, 50.699. Давайте ровно круглый болу үшін кішкене ары-бері былай жасайық, чтобы қатты майда болып кетпейтіндей. 344. Слишком майда, бұл маған ұнамайды. Майда. 215.2. Бүйтсекші. 110.2 3 1 837. Ладно, осылай тұра берсін. $110. Яқта 50.699 теңге екен. Яқта мен лимитті қоямын, чтобы майда шүйде болмасындай. Давайте сразу 50.000, 50.000 теңге. И яқтан басамын. 50.000. 50.500 дейік. 50.500 нормально. Жоқ, 50.600 дейікші. 50.600 теңге. Осы аралықта маған адамдар керек. Мына жақтан Халық банк тұра береді. Менде Халық банкта ақша жатыр қазір. Потом барып мына жақтан далее басамын. Сейчас онлайнды басамын. Опубликовать басамын. Готово басамын. Міне көрдіңіздер, 460-та 90 курспен менде объявление шықты. Енді артқа шығамыз. Яқтан біз қараймыз. Мен яқтан шығу керекпін. Зе құлынбет. P2P-ге кіреміз. Мына жақтан продать бөліміне кіріп и қараймыз. Міне осы жақта зе құлынбет шығу керек. Міне шықты. 460-та 90 центпен мен шығып тұрмын. Міне достар, көріп отқандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Просто мына жақта математика керек, өздеріңіз есептеп, қалай тиімді. Былай айтқанда бұл жақта логикасын түсініп алыңыздар. Сіздер бұл жақтан арзанға сатып аласыз, қымбатқа сатасыз. Логиканы түсініп алыңыздар.
ары қарай уже өздеріңіздің бастарыңызды істетіп қимылдатып жұмыс жасайсыздар. Көптеген банковский карта ашасыздар, банковский картаны қыздырасыздар. Былай айтқанда банковский картаны сіздер аша салып миллион теңгемен оборот жасамаңыздар. Себебі басында ашқаннан кейін барып кішкене ақша салып, банкоматтан алып салып кішкене бір карточканы қыздырасыздар. То есть қызып, мысалы машинаны қыздырасыздар ғой, қыста аязда, сол секілді карточканы тоже қыздырасыздар, чтобы сіздерде қосымша проблема болмайтындай. Менеджерлер звондап, бұғаттап, тағы басқа. Сондай нюанстары бар. Онымен қоса бұл жақта Т1, Т2 деген кейбір нюанстары бар. Енді Т1 бұл жақта 24 сағатқа сіздердің аккаунттарыңыз неңіз депозит бұғатталады. 24 сағаттан кейін уже аралай сата аласыз. Сосын барып Т2-де сіздерде, то есть бір адам майда ақшамен көп сізге аудара берсе, тоже сіздер бұғаттап қояды. Т2 бойынша 24 сағат па, 78 сағатқа. Қосымша өздеріңіз білсеңіздер, толық ақпаратты комментарияға жазып өтіңіздер. Мен мысалы жақтан объявление создавать еттім, и бұл жақта күтеміз достар. Басқа ештеңе істемейміз, күтеміз. И плюс конкуренттерді қарап отырамыз да, жақтан бізден басқа конкуренттер бар, соларды қарап отырамыз. Қосымша коррекция керек болатын болса, өзгертіп отырамыз. То есть объявлениеға кіреміз, осы жақтан міне үстінен басамыз да, былай. Үстінен басамыз да, жақтан изменить деталь деген басып, ары қарай уже курстың несін өзгертіп отырамыз. Жақтан мысалы біреу көп қойды, біреу аз қойды, соған байланысты жақтан біз тоже қосымша өзгертіп, не істеп отырамыз, коррекция жасап отырамыз. Достар, принципе болды, қысқаша сіздерге айтып көрсеткім келді. Себебі бұл видеода мен қазір ордер бойынша ұзақ алмау мүмкін. Сол себепті бұл видео тым ұзақ созылады. Бірақ енді сіздерге қысқаша осындай пайдалы ақпарат бергім келді. Алдағы уақытта басқа да осы жағын тағы қарастыратын боламын. Может, келесі жолы, келесі видеоларда мен сіздерге уже продать арқылы, купить, продать басқа бөлімдерін көрсететін боламын. Қосымша сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып отырыңыздар. Сіздердің болғанмен Зеқұлымбет. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып, телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұл ақпаратты тағы да басқа да тақырыптарынан қозғайтын боламын. Қосымша тағы сұрақтарыңызға жауап беріп отыратын боламын. Сол себепті қызықты, пайдалы ақпараттардан құр қалмас үшін телеграм, YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Зеқұлымбет, барлығымызға чики-пау.